Сәлем достар. Бүгін біз етсіз қарақұмықтан өте дәмді котлеттер жасаймыз. Видеом ұнаса, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: 800 грамм піскен гречка, 2 бас ақ пияз, 1 бас сарымсақ пиязы, және 2 жұмыртқа, және қатқандау 1 нан. 100 граммдай ұн, бұрыш, тұз және паприка, 1 пияладай сұйық май. Ал енді ең бірінші біз қатқан нанымызды жібітеміз суға. Жібітілген нанды блендерге салып, енді оны жақсылап араластырып майдалаймыз. Енді ыдысымызға салып аламыз бұны. Енді бір бас пиязымызды майдалап тура аламыз. Пиязды нанның үстіне, жібітілген нанның үстіне саламыз. Енді сарымсақ пияздан да тазалап қосамыз. Бұл сарымсақ пиязды котлетіміздің дәмін өте кіргізіп, дәмді етеді. Бұны сарымсақ пиязды езіп, қысқышқа саламыз, сөйтіп қосамыз. Енді бұған гречканы қосамыз. Ал енді бұны жақсылап араластырамыз. 2 жұмыртқаны шағып, тұзды және паприканы қосамын. Аздап қара бұрыштан да қосып жіберемін. Иісі деген керемет болып кетті ғой.
Енді котлетті жасауға кірісеміз. Видео ұнап жатса, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.